Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай 3 түрлі пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның ерекшелігі ол соусында, оның соусын мен өзім қолдан жасағанмын. Біріншісі осындай колбасамен, одан кейін сырмен, одан кейін осындай тек соуспен ғана жасадым. Балалар жақсы жейді. Видеоны соңына дейін қарап, маған лайк басуды ұмытпаңыз. Осындай ыдысымызға 1 стакан жылы суды құйып аламыз. Одан соң 1 чайный ложка тұз қосып жақсылап араластырамыз ерігенше. Одан кейін 1,5 шай қасық дрожж қосып, одан кейін оливковое масло 2 ас қасық қосамыз. Одан кейін ұнымызды қосып жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымызды 1 сағат, 1,5 сағат көтерілгенше жылы жерде ұстаймыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, сүлгімен жауып жақсылап орап қоямыз. Қамырымыз 2 есе ұлғайды, жақсылап жинап, және енді начинкаларымызды дайындаймыз. Мен колбасаны осылай турап алдым. Одан кейін мына соусты мен өзім қолдан жасағанмын. Типа аджика сияқты. Бұдан 4-5 чайный ложка қосамыз, және сонымен бірдей етіп майонез қосамыз. Укроп қоссаңыздар да болады. Одан кейін 1 бас чеснокты осындай майда үккіштен өткізіп, қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып сырымызды теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен домалақ етіп, әдемі етіп жайып аламыз. Енді соусымызды жағамыз. Мен 3 чайный ложка соус қостым. Жақсылап осылай біркелкетіп жайып, мен біріншісін осылай без ничего пісіріп алдым. Одан кейін қамырымызды, екінші қамырымызды жайып, оған да бетіне соусымызды жағып, бұл жолы мен тек сыр қосамын. Сыр қосып 200 градуста 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша, егер бұндай басқа да заттар қоссаңыздар болады, или болмаса тек соусты жағып пісіріп алсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Колбасамен сыр қосып, осындай өте керемет дәмді пиццалар шығады. Но тек соуспен өте дәмді болып шықты. Мен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Таңшолпан ас болсын. Менің каналымна тіркеліп кетуді ұмытпа.